Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен адыраспанның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Адыраспан өсімдігі жайлы не білеміз? Адыраспан бір жағынан дәрілік қасиеті бар, екіншіден улы саналатын өсімдік. Адыраспанның тамыры тереңде өседі, жапырақтары тілімденіп, сабағы бұршақтанып тұрады. Оның химиялық құрамда гармалин алкалоидтары бар, иісі қатты шығады және сасық келеді. Биіктігі 30-80 см. Тамырдың тереңдігі 10 метрге дейін жетеді. Адыраспан мамыр-шілде айларында гүлдейді. Адыраспанды қазақ халқы оны ежелден қасиетті шөп деп санайды. Қазіргі кезде адыраспанның емдік қасиеттерін медицинада мойындаған. Оның көмегімен көптеген аурудың алдын алуға болады. Сонымен қатар шыбын, шіркей секілді әртүрлі жәндіктерден қорғану үшін де адыраспаннан түтіндік жасайды. Адыраспанмен аластауға керекті заттар қылша, ермен және жусан шөптерін алып, бір ыдысқа салып түндерін өртейді. Адыраспан қандай ауруларға ем? Ұмытшақтық, ревматизм, тіс ауруы, бас ауруы, тарамыс ауруы, буынның қабынуы, бел ауруы, сал ауруы, асқазан, өкпе, қояншық, демікпе, ентікпе, салқын тию және туберкулез ауруларына ем. Жоғарыда айтып өткендей, адыраспанды жөн-жосықсыз жағуға болмайды. Ата-бабамыз оны сабағын жолмас бұрын әдеп ережесін тиісті орындаған. Тіпті адыраспанды кез келген адамның жұлуына рұқсат берілмеген. Тамырынан ұстап үзіп алуға тек ниеті таза, жөн білетін білікті адамдардың ғана құқы бар. Сондай-ақ оны жұлатын адамның ниетінен бөлек тәні де таза болуы қажет деп есептеген. Адыраспан өте улы өсімдік, сондықтан да оны үй жағдайында емдік тұрғыда ішке қабылдау аса қауіпті. Бұл өсімдіктің құрамында гармин және гармалин атты улы алкалоидтар, ал бұтағы мен гүлінде пеганин алкалоиды болады. Медицина ғылымының атасы Ибн Сина адыраспанды белдің құяның сегіз ауруларын емдеуге таптырмайтын қасиеті барын айтып кеткен. Қазіргі таңда емшілер адыраспанды қышыма, қотыр сынды әртүрлі тері ауруларын емдеуге қолданып жүр. Сонымен қатар адыраспанның қайнаған суын безгек, ұстама, жүрек ауруларымен ауырған адамдарға ішкізеді. Тау халықтары ұйықтататын дәрі ретінде кеңінен қолданады екен. Сондай-ақ халқымыз адыраспанды тұтатып, үй жайды, мал қораларды аластап, бұл ауру сырқау, індет және бәле жаладан сақтайды деп ырымдайды. Қалай болғанда да адыраспан улы өсімдік болғандықтан қайнатпасын ішке қабылдағанда сақ болған жөн. Дәрігер немесе білетін адамдардың тағайындауымен аса сақтықпен қабылдау қажет. Адыраспанды шикізат көзі ретінде де қолдануға болады. Яғни адыраспанды қайнату арқылы жүн мен жіптерді бояйтын бояу және шаруашылық зиянкестерге қарсы тұнба алынады. Адыраспанның магиялық қасиетіне тоқталсақ, қазақ халқы көз тию, суық тию сынды ауруларында адыраспанға тұз қоса отырып, науқас адамдарды аластайды. Сондай-ақ аяқ қол сырқырап, буын сырқырағанда адыраспанды қайнатып, суымен ауырған мүшені булайды. Жоғарыда аталған тері ауруларында адыраспан суына шомылдырады, жын шайтаннан сақтайды деп үйдің керегесіне, жоғары күлдіреуішіне іліп қояды. Бұрынғы кездері әйел адамдар текемет, киіз басқанда көз тимес үшін қастарына қызыл түсті мата немесе адыраспан іліп қоятын болған. Егер көз тисе, салынған ою өрнек сызбалары қисық түседі деп сенген. Дегенмен дәстүрлі медицинада адыраспанның шипалық қасиеттерінің жеткілікті екені ғылыми тұрғыда дәлелденген. Мәселен, радикулит, сегіз көз ауруларынан зардап шеккен адамға ұнтақталған құрғақ адыраспанның 50 грамм матада жасалған дорбаға салып, үстіне қайнаған су құяды. Аздан соң дорбаны сығып, белдің ауырған тұсына қояды. Сыртына грелка қойып немесе жылы жауып байлап қояды. 30-40 минут ұсталған соң байлауын шешеді. Бұл әдісті күніне 4 мезгіл жасау қажет. Және алдыңғы пайдаланған дорбаны сол 4 уақытта қайнаған сумен жібітіп қолдануға болады. Және де көру қабілеті төмен адамдарды адыраспан тұнбасына шарап пен бал қосып емдейді. Және адыраспан жапырағын таңып болу арқылы ісікті қайтарады. Жүйке, қояншық ауруларын емдеуде тістің қызыл егі қабынғанда адыраспан тұнбасын пайдаланады. Адыраспанның сабағы мен жапырағын қайнатып, күнделікті мөлшермен ішсе, талма, сал, суықтан болған ми қабыну және тарамыс ауруларына жақсы ем болады. 500 грамм шөбін жарты литр қызыл араққа қайнатып, күніне 30 граммнан 1 ай ішсе, талма бастың созылмалы ауруынан айықтырады.
күніне 4-6 грамм 15 күн ішсе ревматизм ауруын басады. Тісті адыраспан шөбімен ыстаса қақсап ауырғанын басады. Бұрынғы кездері ірі қара малдың қотырын да осы адыраспан тұнбасымен жуып емдеген. Ал фармакологияда адыраспаннан дайындалған дәрілер қабыну, бас ауруы, зәр шығару, жүйке жүйесін реттеу, ішек құрттарын өлтіру үшін қолданылады. Адыраспанның тағы бір ерекше шипалық қасиеті өкпе ауруына ерекше ем. Демікпе, ентікпе, туберкулез сынды әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққан науқастардың айығуына айрықша ықпал етеді. Ұмытшақтыққа, сал ауруына ұшыраған адамдарды да жазады. Суық тиіп, денесі қалтырай бастаған адам адыраспан қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Оның осы суыққа қабынуға қарсы қабілетіне қарап, бала көтермеген әйелдерді де емдеген. Дегенмен, жоғарыда айтып өткендегідей, адыраспан өте улы өсімдік болғандықтан мөлшеріне сақтықпен қарау керек. Қорыта айтқанда, денсаулық жаратқан адамға берген аманаты. Сондықтан да ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Ол үшін алысқа бармай-ақ өз елімізде өсетін, бәрімізге бірде қолжетімді табиғаттың ерекше сыйы өсімдік әлемін қорғайық және денсаулыққа пайдалы жағын ұтымды пайдалана білейік. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.